Так, не жасасам болады екен. Холодильникті ашып көрейін. Аз продукты жота не оқаған? Алып келеміз деп еді ғой продуктыны. Ужас. Өзім барып келе салайын, бір жинақтаған ақшам бар еді. Соған барып келе салайын, әйтпесе маған точно жемейтін шығар. Қазір жеңгелерімнен сұрап көрейін либо. Не болып қалды тағы? Холодильникте дұрыс продукты жоқ қой, қайда кеткен? Менің екі қызымның қарны ашқан ғой, түнде соларды жасап бергем ғой. Бара салшы, жаңағы Шырайды шақырып екеуін бара салыңдар. Далада жүрген, даласы бір көркеш, бірінші жерде жүрген. Жарайды, бәсе. Көркеш бар. Бірге барып келіңдер, Есілчо, менде ақша бар. Либо өзіңде бар ма, өзің ақшаңа кел. Жоқ, мен өзім ақшама келе саламын. Жақсы, онда бар келіш тез-тез. Қазір оянса олардың тағы қарындары ашады. Білесің ғой мен қыздарымды қандай ашқарақ екенін. Түнде тамақ сұрайды әсіресе. Көп продукты молынан әкелінде жарай ма? Жақсы. Продуктыға бар келейікші, өтінем. Холодильникте продукты аз қалыпты. Кеше ғана алып келіп едік қой. Жаңағы Нұрай тәтенің қыздар жеп қойыпты түнде. Нұрай тәте жасап берген ғой. Осы Нұрайдың несі қыздар ашқарақтау ма, сондай бар ғой. Көп молынан әкелмесек. Молынан әкел деп айтты. Мен қазір киімді ауыстыруға келейін. Сен де киімді ауыстырсайшы, андағы киіммен бармайтын жүрсің, сасық-сасық үй жинаған. Жарайды, қазір ауылдың қыздар сондай болады екен ғой. Қыз қуасың ба? Сен вообще ескі телефондарға қызығып, вообще ескі Samsung ең бірінші болып шыққан, сондай бір бәле. Вообще қызығып, несі қызық? Сіз білмейсіз ғой, осылар біздің ауылда хит болған. Бізде қазір ал қалада iPhone бәрі үлгілі. iPhone алсайшы одан да. Ертең шопингқа барамыз, как раз сол кезде iPhone алсайшы өзіңе. Өзіңе қара кішкене. Ертең сіздерде шопинг күні ма? Да. Біз продукты әкелдік, үйде кім бар? Мен барма, әкеліңдерші, холодильниктің қасына қоя салыңдар, сосын өзім жайғастыра саламын. Қыздар как раз аквапаркқа кетіп қалып еді. Жарайды, қазір қоя саламыз. Міне осы жерге қоя сал. Сосын өзі реттейді. Қыдыртып әкетіпті ғой апалары қыздарды. Қайта жақсы болған. Әйтпесе тұра сала қарындары ашар ма едім? Сондай болар еді ғой. Үшеуміз абысенки болып отырып, бір кафеға барайық па, қалай қарайсың? По-любому мама ұрыспайды, өздері қыдырып жүр ғой. Қарсы емеспін. Бірінші продуктларды орналастырып кетейік та? Жоқ, оны сосын орналастырамыз ғой, оны қойш. Балалар кешке келеді емес пе? Сол кезде жайғастырып аламыз. Үшеуміз бір кафеге отырмадық па осы? Бірақ шын менде сөздің өзінің жаны бар. Енді кафеға барайық тез-тез. Барайық. Андағы киімді ауыстыр, бір нормально киініп, боянып ал, косметикам болса. Бірдеме айтайын деп ем? Айта бер, не болып қалды? Үшеуміз бір абысынки болып, бір жаққа бармадық па, кафеға ма? Апа жібермейді қойш. Алдында екеуміз барып келдік емес пе, осы келін түспей тұрып? Ладно, барып келейікші. Бірақ тез келейік, апа келмей тұрып. Әйтпесе апа бізге точно ұрсуы мүмкін. Алдында кішкене ғана ұрысты ғой, тура солай ұрсатын шығар, может қайдан білесің? Ладно, мен қазір дұрыстап киініп алайын, киіммен бармайтын шығармын. Киініп ал. Киінбе деп тұрған жоқпын ғой. Дайынсың ба? Дайынмын, міне. Жақсы, онда жүріп кеттік. Бір жаққа барып, отырып, бір ақылдаспасақ. Короче, міне осындай жер. Бұл жақ бізде Сети Кизет деген мейрамхана ма или кафе. Сондай, короче, мына таза ауада, табиғатта отырасың. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер біздің Сети Кизет деген магазинімізге. Не аласыздар? Мына бізде картофель бар, және де сосиска бар, және де тағы да басқа сусындар, және де пончиктар бар. Не алсаңыздар да өздеріңіз қалауларыңыз алсаңыздар болады.
маған бір пончик және сосиска жетеді, потом сарсок. Так, маған просто такой пончик и сосиска на картофель, короче, картоф по немене. Бұлардың барлығы почти сіздердің үшеулеріңіздің заказ. Мен заказ бермедім ғой. Так, маған пончик и потом сосиска екеу жетеді, потом бір розовый сокты бере сал. Как раз үшеумізге 3 сок бар екен ғой. Заказдарыңыз қабылданды. Енді бір 10 минуттай күте тұрыңыздар. Мен қай жаққа отырсам болады? Мына жаққа отыра берсеш, дайын тұруға тиіс ол. Ладно, отыра берейін. Заказдарыңыз дайын, алып кетсеңіздер болады. Так, енді ішіп, жеп, үйге барайық. Осы енді әңгімемізді айтып, үйге тез бару керек. Үйге тез бару керек. Еще продуктын реттемедік қой, құрсын. Айтпаш. Қыздарыки, мына жаққа жүріңдерші, балаларға бірдеме алып алайықшы, әйтпесе тағы жылап жүреді ғой. Алып алайықшы. Или сен күте тұр, сенің енді балаң жоқ қой. Осы жерде күте тұр, біз қазір алып шығамыз. Жарайды. Так, менің қызым осындай вареники қатты жақсы көреді, бірақ оны қазір тоқтай кеткен. Және осындай хлопьяны қатты жақсы көреді менің қызым. И қыздарым дегенде, то есть екеуі қатты жақсы көреді. Сондай хлопьяны, короче, анақты сусындар көп екен. Біз сені қолында ұстап тұрған сусындар ана жаққа барған ба. И осындай не алам. Короче, жейді ғой, әйтеуір біреуі нан жейді, біреуі нан жейді ғой. Мен такс бір қызыма, шейін қызыма осыны аламын. Ой, нан керек емес, бұны жақсы көрмейді. Осыны аламын и осындай чупа-чуп аламын, короче. Ол өте нормальный нәрсе. Мен сериал аяқталды, яғни бұл соңы болған болатын. Және де жаңағы Нұрай мен Шырай балаларына тәттіні апарып береді. Сонымен сериал аяқталды. Сериалына лайк басып және тіркеліп кетіңіздер. Актив көтеріп жіберейік. Мен 500-ге жеттім. Көп рахмет, сіздердің қолдауларыңыздың арқасында жеттім әрине. Және де енді 700-ге жетуге кеттік. 700 емес, 600-ге.